Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үйде осындай балаларыма пирог пісіріп берген едім. Сіздермен де рецептімен бөлісейін деп шештім. Үй жағдайында өте оңай жасалады екен, тез піседі екен. Олай болса бізге керегі 3 жұмыртқа, кез келген қолдың, дүкеннің жұмыртқасын аласыздар. Одан кейін үстіне 1 шыны құмшекер, 1 шыныға толтырмай, үй температурасындағы 1 шыны сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және ертілген сары майымызды 1 шыныға толтырмай оны да осылай шетінен құю арқылы жақсылап араластырамыз. Мен сары өсімдік майынан көрі осы сары майды ертіп қосқанды жөн көремін. Өйткені денсаулыққа еш зияны жоқ. Барлығын жақсылап араластырып біткеннен кейін барып 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып, оны да араластырамыз. Одан кейін ұнымызды ақырын шетінен осылай араластырып отырып, бір массаға келтіретін боламыз. Менде барлығы көз мөлшермен жасалды, бірақ описание бөліміне жазып кететін боламын. Мінекей ұнымызды да біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, міне видеодағыдай масса шығу керек. Одан кейін формамызды дайындап, пешімізде пісіріп алатын боламыз. Формаларыңыздың астына пергамент қағаз төсесеңіздер дұрыс болады. Менде болмай қалды, сондықтан төсей алмай қалдым. Негізінде пештеріңізді ақырын басып, одан кейін кішкене қызғаннан кейін барып көтеріп арқылы пештеріңіздің өзінің градусына байланысты пісіріп алсаңыздар 35 минутта пісіп шығады. Ас болсын,